көжектер. Орман жиегіндегі үйде тұратын қояндар отбасында кішкентай Үрпек атты көжек өсіп келеді. Ата-анасының жұмысы көп. Көжек болса шарбақтың арғы жағындағы әлеммен танысуға өте құштар. Әсіресе анау тұрған орман қатты қызықтырады. Алайда Үрпек Нутоғайға жалғыз бара алмайды. Оның қауіпті екенін үлкендерден талай рет естіген. Үрпегім, саған тәтті бәліш пісіріп жатырмын. Ал мынау Үркек. Ол орманда туған көжек. Көптен бері тоғайдан алаңқайға шығып ойнауды армандайды. Бірақ ашық жерге шығудан сескеніп жүр. Сонша айғайлағаның не? Мен өзіңдей көжекпін. Атым Үркек болса да, дәл сендей қорқақ емеспін. Үркек? Сені танымайды екенмін. Қайда тұрасың? Мен орманнан келдім. Кел, таныс болайық. Мына шарымды сыйға ал. Ой, рахмет. Менің атым Үрпек. Мұнда не істеп жүрсің? Серуендеп келдім. Маған алаңқайды көрсетші. Шынымды айтсам, өзім де білмеймін. Шарбақтың сыртына әлі шығып көрген жоқпын. Солай ма? Ендеше жүр, бірге барлап қайтайық. Анашам рұқсат бермей, шыға алмаймын. Онда жалғыздан жалғыз қалып отыра бер. Ал мен кеттім. Үркек, бәліш дайын болғанша оралсақ? Мен де барар едім. Охо, тез ораламыз. Мынадан да үлкен шарды көргің келе ме? Алыс емес. Көреміз де келеміз. Мына шар қандай үлкен. Ішіне 10 үлкен қоян сиятын сияқты. Үрпек, бұл не? Бұл гүлдірпот. Ой, білгірпот. Оның ішінде қызықты ойындар бар. Дәл қазір мен гүлегіп, оларды суарып отырмын. Бұл гүлдердің иісі де жоқ. Ал біздің орманда гүлдер хош иісті. Қызық. Бірақ одан да бір-бірімізбен ойнаған қызық емес пе? Үрпек, келсеңші, әткеншек тебейік. Үрпек, мына ойыншығын тасташы. Уайымдама, Үрпек. Қазір-ақ ағашқа шығып, шарыңды алып берем. Ой, ай! Көмектесіңдер! Үркек, қазір құтқарушыларды шақырамын. Білгірпот, бізге көмегің керек. Алло, менің досым ағашқа шығып түсе алмай жатыр. Батыл көжек екенсің. Бірақ биік ағашқа шығудан сақ болғайсың.
Мені шақырғандарың дұрыс болған. Рахмет саған, Нұрпек. Білгіріп болдың, пайдалы зат екен. Мені серуенге алып шыққаның үшін ризамын. Енді дос болдық па? Әрине доспыз. Бүгінгі күн сондай тамаша. Бірақ анашым уайымдамай тұрғанда үйге қайтайық, иә? Иә, қайтайық. Бәлішің суып қалмасын. Анашым, мен жаңа дос таптым. Үрпек пен үркектің достығы осылай басталды. Балалар, сендер де бір-біріңе көмектесуге әрқашан дайын болыңдар. Жарай ма? Дос болсаң, берік бол. Досыңа серік бол деген.